Сәлем достар, бүгін сіздермен бір жасағаннан шығатын өте оңай дайындалатын құймақтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ыдысымызға 3 жұмыртқаны және 4 ас қасық құмшекер салып миксермен араластырамыз. Үш стакан жылы сүтімізді құйып, миксермен тағы араластыру қажет. Ал енді 3 стакан ұнымызды салып, миксермен араластырамыз. Қайнап тұрған ыстық 3 стакан суымызды құйып, тағы да миксермен араластырамыз. Ал енді соңғы ингредиентімізді саламыз, яғни 4 ас қасық өсімдік майын салып, миксермен жақсылап араластыру қажет. Табамызды қатты қыздырып алып, оған майымызды жағамыз, яғни құймақ жабысып қалмауы керек. Одан кейін құймағымызды құйып, екі беті қызарғанша дейін отта ұстаймыз. Табамыз міндетті түрде қатты қызуы қажет, әйтпесе құймағымыз дұрыс шықпайтын болады. Құймағымыз өте дәмді болып шықты. Егер рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоның астына комментарий қалдырсаңыз қуанышты болар едім.